Сәлем достар, барлығымыз кейбір көліктердің алдында осындай белгілерді көрген болатынбыз. Ал қайдан және қалай пайда болғанын білесіз бе? Және ВАЗ-2121 неге Нива деп аталатынын? Онда сіздермен осы және басқа да автокөліктер туралы қызықтармен бөлісеміз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алғашқы автокөліктерде радиатор қақпағы капоттан бөлек ашылатын болған. Оның қызғанына байланысты салқындатқыш сұйықтықтың температурасын анықтаған Бойс Мотометр патент алып, жүргізушілерге көрінетін радиатор қақпағына термометр орнатуға кірісті. Уақыт өте келе, бұған деген қажеттілік жоғалып, көптеген көлік өндірушілері мұны брендтеудің қосымша элементі ретінде қолданып, әртүрлі пішіндегі өздерінің белгілерін орнатып бастады. Кейінірек статистика жинақтап, бұл белгілер жаяу жүргіншілерді соққан кезде зақымдану көлемін арттыратынын дәлелдеді. Кейбір өндірушілер, мысалы Rolls-Royce және Mercedes-Benz, оларды орналастырудан бас тартпады. Бірақ оларды соққы кезінде жинақталатын механизмдермен жабдықтады. ВАЗ-2121 немесе Lada 4x4, сонымен қатар Нива атауымен белгілі кеңес және Ресей автокөлігі. Неге Нива? Бұл атаудың себілген егістіктерге еш қатысы жоқ. Негізгі конструкторлардың балаларының алғашқы әріптерін қосу нәтижесінде алынған. Біреуінің қыздарының аты Наталья мен Ирина, ал екіншісінікі Вадим мен Андрей болды. Финляндияға арналған Lada Kalina автокөлігінің экспорттық атауы Lada 119 болып табылады. Kalina сөзін фин тіліне аударғанда сыну, соғу дегенді білдіреді екен. Шофер сөзі бастапқыда көлік құралын басқаратын адамға қатысты айтылмаған. Олар қозғалтқыш пешіне көмір немесе ағаш салатын адамдар болған. Француз тілінен тікелей аударғанда от жағушы дегенді білдіреді. Алғашқы автокөліктерде бұл қозғалтқышы болғандықтан жүргізушілерге отынды жағуға тура келді. Сондықтан оларды шофер деп атай бастады. Ал сіздер Стив Джобстың неге жарты жыл сайын жаңа көлік мінетінін білесіздер ме? Әрине, сіздер ақшасы көп болғаннан соң дерсіз. Мәселе мүлде ондай емес. Стив Джобс тек Mercedes-Benz SL55 автокөлігі айдаған және нөмірлері болмады. Өйткені Калифорния заңдарына сай, жаңа көлікке 6 ай ішінде нөмірді орнату қажет. Джобс бір автокөлік дилерімен келісім шарт жасап, оған сәйкес әрбір 6 ай сайын ол жаңа SL55-ті алып, ескі нұсқасын қайтарып отырған. Автокөлік дилерінің бұдан көретін пайдасы Джобс басқарған автокөлік жаңаға қарағанда қымбатқа сатылған. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.